Қайырлы таң, құрметті менің көрерменім. Ертең балыққа шығамыз деп дайындалып оламыз. Байқап қарасаңыздар, артында жігіттер құрт қазып жатыр. Неге бұл видеоны түсіріп жатқан, маған көп сұрақтар келіп түсіп жатыр. Мүмкін басқа облыстардан, басқа аудандардан шығар. Кефаль қандай затқа түседі дейді. Кефаль тек теңіздің құртына түседі. Басқа бізде Ақтауда, Ақтау емес, бүкіл осы Маңғыстау жағалауында мен білетін болсам, сол теңіздің құртынан басқа затқа түспейді. Қанша көрдім, нанға да, қамырға да, жүгеріге де, етке де, балыққа да тек түсетіні айтқаным сол жаңағы теңіздің құртына. Теңіздің құртын осылай қазамыз біз. Дамбыға шығамыз, қазып осы жерден қазып жатыр. 2-3 сағат болды қазып жатқанымызға, құрттай ғана. Теңіздің жанынан қазамыз, 15-тен қазамыз, Ақшұқырдан қазамыз, Тельманнан қазамыз, 36-тан қазамыз, Қызылөзеннен де қазатын ек бұрын. Сол жігіттер еңбектену керек болып тұр. Су кеткеннен кейін ба, құртын адамы да бұрын көп болушы еді, қазір өте аз. Сол қазып жатқан жігіттерді көрсететін боламыз сіздерге. Мына жерде Сансаныш қазып жатыр. Арғы бетке дейін лақтырып жатыр осының бәрі жігіттер. Бұлар да 2-3 сағат болды. Сансаныч, уже сколько часов здесь? Часа 2 есть, да? Да. О, уже. Осылай қазасыздар. Еңбектену керек болады. Бұрын білсеңіздер, біз 4-5 рет осыдан 10 шақты жыл бұрын 4-5 рет лақтыратын екті алып кете беретін ек. Қазір ондай жоқ. Мына жерде бір жандос қазып жатыр. Ар жағында Саня, Вали. Ана қамыстың қай жерде қазып басы көрінеді. Міне мынау Самат. Бәрі қазып жатыр. Осылай мен де қазып жатырмын жігіттер. Бұл құрт проблема болды. Өткен қарасаңыздар болады қазір не. Мына жағадан су кетіп қалған. Су тайыз мына жерде анау қазатын құрылғыны құрып, осы дамбыны тереңдетіп жатыр жігіттерде. Мүмкін ендігі жылы бізге жақсы болатын шығар. Құрттарымызға, құрт қазуымызға деген ойдамын енді. Жылдан жылға жақсы болады дейміз, бірақ керісінше жатыр қазір. Дегенмен де жақсы ойлаған дұрыс дейді ғой. Қазір 2 сағатта қанша қазғанымды көрсетем сіздерге. Міне мынау қазғаным менің. Шөптің астында бар не. Осы құртты қазір тазалайтын болам. Әлде де қазам осындай. 2 сағат, 3 сағат қазасыз енді. Сосын сұрақтар қойылады маған. Немен қазасыздар дедім. Мынандай зат көріп тұрсаңыздар, осы былай тұрып судың астына лақтырған кезде бүйтіп қазады. Көріп жатсыз ба? Бұны мысық дейміз, немесе бәрімізде кошка деп айтамыз. Суға лақтырамыз. Мынау труба, мынау электрод қой. Тот баспайтын темірден жасалған, нержавейка дейміз ғой. Тот баспайтын темірден жасалған. Мынау жібі. Мынандай қолыңызға мынандай алсаңыз, бір ағаштан өйісті ойып жасап алсаңыз, өзіңізге лақтырған кезде қолайлы болады. Жігіттерге айтып жатқаным ғой. Көп жігіттер білмейді. Жаңа өздеріңіз көріп жатсыздар қалай қазып жатқан жігіттердің. Лақтыру, міне Сансаныч лақтырып жатыр. Кошканы. Осылай 2 сағат жұмыс жасайсыздар. Жігіттер міне 2 сағат қазған құрты мынау. Екі сағаттың үстінде қаздым. Негізі жартысы көчекке ілінбейтін болар. Бұрынғыдай емес, бірақ 2 сағаттың үстінде қаздым жігіттер.
Осы енді бұйыртса ертең балыққа қарта таямыз ғой. Отпуск сентябрьдің 20-сынан бастап, октябрьдің 20-сына дейін балықтың сезоны ғой қазір. Сол жігіттер әлі қазып жатыр, 2-3 сағаттан қазады осы жерден. Құртты жоқтың қасы деп айтса да болады. Жақсы жігіттер, сәл мынау қазір ютубта ұзақ видео түсіргенді қаламайды дейді ғой. 10 минуттың ішінде түсіріп үлгеруіміз керек. Сол кезде қаралымда көп болады дейді. Сол ютубтың матрицасы солай деп айтатын көрінеді. Қазір жігіттердің бәрі де бұрынғыдай 1 сағат, 1,5 сағаттан емес, 10-15 минут асып кеткенде. Сол үшін видеомызды қысқа түсіріп жатырмын. Жақсы, тек жақсылықта кездесейік. Қармақтарыңыз қанды болсын.